Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз айтып кететін болсақ, тағы да модуль 2 инвестицияны қызметті қаржыландыру және несиелендіру көздері. 7-ші тақырып лизинг инвестицияларды орта мерзімді қаржыландырудың тәсілі ретінде. Дәріс жоспарында 3 сұрақ қарастырылған, соған тоқталып кетеміз. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру нысаны ретінде лизингтің мәні. 2-ші сұрақ лизинг түрлері, лизинг жіктелу мен түрлері. 3-ші сұрақ лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктері. Әдебиеттер алдыңғы сабақта айтып кеткендей, силабустағы артындағы берілген негізгі әдебиеттер және қосымша әдебиеттерді қарастырамыз. Сабақтың мақсаты инвестициялық шешімдер ұғымын зерделеу, инвестициялық жобаға сипаттама беру, инвестициялық жобалардың сипаттамасын білу, инвестициялық жобаларды жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін қарастыру. Алдында айтқандай, өздеріңіз осы тақырыптарды және сырыспыны орындау барысында ғаламтордан немесе газет журналдардан, кітаптардан кілттік сөздер іздейсіздер. Сондықтан қысқаша айтып кетейін, кілттік сөздер инвестициялық жоба, инвестициялық жобаның өмірлік циклі және инвестиция. Енді бірінші тақырыпқа кеп тоқталамыз. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру нысаны ретінде лизингтің мәні. Инвестициялық жоба жобалық несиелеудің өзгешелікті объектісі болып саналады. Әлемдік банктың сарапшылары оны неғұрлым жоғары өнімділікке жетуге және дамуға, сондай-ақ аталған уақыт аралығында халықтың белгілі бір бөлігінің өмірінің жақсартуға әртүрлі шектеулерді жою немесе жұмсартуды өзінің мақсат етіп қояды. Ресурстардың, инвестициялардың және белгілі бір іс-қимылдардың дискретті жиынтығы ретінде анықтайды. Инвестициялық жоба қандай да бір қажеттіліктерді қанағаттандыруды және белгілі бір кезең шеңберінде пайда алуды өзінің мақсат етіп қояды. Ресурстардың, одан кейін инвестициялардың және белгілі бір іс-қимылдардың жиынтығын айтамыз. Егер осы екі анықтаманы салыстыратын болсақ, онда оның алғашқы ұғымында мағыналық жағы басым екені көрінеді. Екінші ұғымның одан маңызы басым. Банк туралы жазылған әдебиеттерде инвестициялық жоба мен бизнес жоспар арасына теңдік белгісін қоюға талпыныс жасау жиі кездеседі. Бұны мен келісуге болмайды. Өйткені инвестициялық жоба мен бизнес жоспар бір-бірінен алшақ. Екі нәрсе. Инвестициялық жобаны жүзеге асырудың сапалық бизнес жоспарын дайындаудың кейбір шешуші аспектілерін жеткілікті түрде терең көз алдыға елестетпеу. Аталған мән жағдайдың себебі болып саналуы мүмкін. Инвестициялық жоба ұғымына әдетте екі мағына беріледі. Бірінші, бұл белгілі бір мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін қандай да бір іс-қимылдар кешенін жүзеге асыруды ұсынатын іс, қызмет, іс-шара. Екінші, бұл қандай да бір іс-қимылды жүзеге асыру үшін қажет немесе осындай іс-қимылды сипаттайтын ұғымдық, құқықтық және есептік қаржылық құжаттар жүйесі. Екінші анықтама инвестициялық жобаға қарағанда бизнес жоспары ұғымына жақынырақ келеді. Бірінші анықтама мағынасы бойынша ілгеріде келтірілген анықтамаға жуықтайды. Алайда неғұрлым жалпы тұжырымдамасындағымен өзгешеленеді.
Сонымен қатар, оның мүлде басқалай анықтамасын қарастыруға болады. Инвестициялық жоба капитал жұмсауды жүзеге асырудың экономикалық тұрғынан орындылығын, көлемі мен мерзімдерін негіздеу. Бұл жерде инвестициялық жоба шешімдері жүйесінің өзінің және шешімдер жүйесін негіздеу мен шешімдер жүйесін тәжірибеде жүзеге асыру жоспарының арасындағы мәніне қатысты дәл және дәйекті айқындамалардың жоқ екендігі анық көрінеді. Инвестициялық жобаның осындай анықтамасы жобалық несиелеу үшін толықтай дәл келеді. Өйткені жобалық несиелеуді ұйымдастыру кезінде негізінен инвестициялық жобаны жүзеге асыратын және сол үшін қаражатты несиеге алып пайдаланатын арнайы кәсіпорын құрылады. Инвестициялық жобалар сыныптамасы. Қысқаша тоқталып кетейік. Олардың сипаты мен ауқымына қатыссыз кез келген инвестициялық жобаларды басқару жүйесін құруда жалпы қағидаттар мен тәсілдемелер қолданылады. Алайда нақты инвестициялық жобаны басқарудың нақты жүйесін құру кезінде оны жүзеге асыру жағдайы, ауқымы, ұзақтығы, жүзеге асырудың технологиялық және ұйымдық қиындығы және тағы басқалар ескеріледі. Ауқымдары бойынша инвестициялық жобаларды төмендегінше бөлу қабылданған. Капитал жұмсау көлемі шамамен 200 миллион теңгеге дейін құрайды. Шағын жобалар. Капитал жұмсау көлемі ондаған миллиард теңгені құрайтын мега жобалар. Мега жобалар құнының жоғары болуынан өзге, ұзақтығының үлкен болуымен және жүзеге асырудың қиындығымен өзгешеленеді. Мультижобалар инвестициялық ойларын жүзеге асыру, жеке жобаны немесе олардың жиынтығын жүзеге асыру шекарасында болады. Жобалар ауқымымен қатар басқару жүйесін анықтау кезінде олардың жүзеге асыру мерзімдері ескеріледі. Жүзеге асыру мерзімдері бойынша инвестициялық жобалар төмендегінше бөлінеді. Қысқа мерзімді. Оларды жүзеге асыру мерзімінің тығыздығы оның өзгешелікті белгісі болып саналады. Атайып тұрғандай, бұл үшін өткізу нарығындағы бәсекелестік күресте басымдықты сақтау және уақыт жағынан ұту жиі түрде қажет болады. Ұзақ мерзімді негізінен оған күрделі құрылыспен байланысты жобалар жатады. Мысалы, ірі электростанцияларын салуға 5-6 жыл қажет болады. Жобаның өмірлік циклы. Жобаның өмірлік цикл ұғымы кейде оны сондайдақ жобалық цикл деп те атайды. Жұмыстарды қаржыландыру проблемаларын шешу үшін жобалық несиелеудегі аса маңызды ұғым болып саналады. Жобаның пайда болу мезеті мен оны тарату мезеті арасындағы уақыт аралығын жобаның өмірлік циклі деп атау қабылданған. Жоба бойынша негізгі қызметке мыналар жатады. Инвестиция алдындағы зерттеу, жобаны жоспарлау, жобалау сметалық құжаттамаларды әзірлеу, саудаластықтар өткізу және келісім шарттар жасау, құрылыс монтаждау жұмыстары, іске қосу реттеу жұмыстары, жобаны тапсыру, жобаны пайдалану өнімдер шығару, жабдықты жөндеу және өндірісті дамыту, келесі жабдықты бөлшектеу немесе жобаны аяқтау деп айтамыз. Жобаны қамтамасыз ету бойынша қызмет қамтамасыз етудің келесі түрлері бойынша топтастырады. Ұйымдық, құқықтық, кадрлық, қаржылық, материалдық, техникалық, коммерциялық, ақпараттық. Ілгеріде айтылған сол сияқты жобаны жүзеге асыру үрдісінде орындалатын атап көрсетілмеген көптеген өзге де жұмыстар уақыт пен кеңістікте өзара тәуелділікте болады. Алайда осы жұмыстарды, яғни бұл жобаны орындау сатылары мен кезеңдері деп айтып кетсек те болады. Логикалық жалғастықпен және уақыт бойынша дәл бір жақты бөлу жалпы жағдайда алып қарағанда тәжірибе жүйесінде мүмкін емес.
Инвестициялық жобаның өмірлік циклінің негізгі сатылары. Инвестициялық жобаның өмірлік циклінің 6 сатысын бөліп көрсету қабылданған. Соған тоқталып кетейік. Өмірге келуі, балалық, жастық, ерте кемелдік, толық кемелдік, қартаю. Енді оның әрқайсына тоқталып кететін болсақ, өмірге келу сатысы кәсіпорындардың көпшілігі үшін 1 жылдан аспайды. Ірі компаниялар мен фирмалар үшін бұл саты объектілерді салумен, технологиялық жабдықтарды сатып алумен және монтаждаумен, фирманың кадрларын қалыптастырумен байланысты болады. Келесі, балалық сатысының ұзақтығы 1 жылдан 2 жылға дейін болып қабылданады. Осы сатыда өндірісті жолға қою, өнімдер шығаруды игеру және тауарлар мен қызмет көрсетулер сатыларына өз орнын анықтау. Жастық сатысы ұзақтығы үшін 3 жылға жуық. Бұл нарықта өз айқындамасын бекіте түсумен, фирма жұмысының орнықтылығымен қамтамасыз етумен байланысты. Фирма акциялар бойынша дивидендтерді тұрақты жағдайда басым түрде ақшамен төлей бастайды. Келесі, ерте кемелдік және толық кемелдік сатысының ұзақтығы сәйкесінше 5 және 10 жылға жуық болады. Фирманың орнықты жұмыс жасауымен, нарықтағы орнықты жағдаймен және репутациясымен сипатталады. Олар акциялар бойынша дивидендтерді тұрақты басым түрде ақшамен төлеуін жалғастырады. Қартаю сатысының ұзақтығы 15 жылға жуық. Бұл кәсіпорын шамамен 20 жыл жұмыс жасағаннан кейін басталады. Нарық қажеттіліктердің өзгеруі салдарынан өндірістің құлдырауы нарықта бұрын шығарылған өнімдерді алмастыратын және ығыстыратын жаңа өнімдердің пайда болуы осы сатыға тән болып саналады. Осы әзірлеуден бастап, өндірістен және сатудан алып тасталғанға дейінгі уақыт кездерінің жиынтығы өнімдердің өмірлік циклі болып түсіндіріледі. Өнімдерді өндірудің өмірлік циклін 4 сатыға бөлеміз, немесе кезеңге деп айтуға да болады. Бірінші кезең өнімдерді бастапқы шығару және нарыққа алғаш ұсыну. Бұл кезең әдетте қысқа және жарты жылдай аспайды. Ол зерттеулер жүргізу мен тәжірибелік конструкторлық жұмыстары жүргізудің аса ұзақ кезеңін аяқтайды. Екінші кезең осы сатыда оның құнның сұраныстың қолайлы бағаларына дейін төмендеуі мен оның артықшылығын тұтынушылардың, сатып алушылардың бағалай бастаған сәтінен өнімдерді шығару мен өткізудің қарқынды өсуі басталады. Кезеңінің соңында өнімдерді өндіруден алған пайда ең жоғары деңгейге дейін жетеді. Үшінші кезең кемелдік кезеңі деп аталады. Көрсетілген өнімдермен нарықтық толтырулармен және өзінің тұтыну қасиеттері мен сапасы бойынша оны басым озатын жаңа өнімдердің пайда болуымен байланысты. Сату көлемінің төмендеуімен сипатталады. Төртінші кезең ескеру. Бұл қартаю деп айтсақ та болады. Бұл кезеңге немесе сатысы деп жаңа басында айтып кеттік, қартаю кезеңі дейміз, немесе қартаю сатысы дейміз. Өндірісте өнімдерді тұрақты алып тастаумен және оның тауар өндірушілерінің тауарлар нарығынан кетіп қалмауымен сипатталады. Бұл сатыда өнім сұраныс көлемінде ғана өндіріледі. Капитал жұмсайтын ақша қаражаттарына деген қажеттілік төмендейді. Мұнан өзге де алған жабдықтарға төлем жасау мерзімдері кейінге қалдырылады. Ақыр соңында инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және инвестициялық салымдардың қаржылық қайтарымы жылдамдайды. Кәсіпкерлік қызмет үшін пайдалануы мүмкін кез келген тұтынылмайтын заттар, оның ішінде кәсіпорын және өзге де мүліктік кешендер, ғимарат пен құрылыс, жабдық, көлік құралдары мен өзге жылжитын және жылжымайтын мүлік. Лизинг заты болуы мүмкін.
жер телімдері мен өзге де табиғат объектілері, сондай-ақ еркін айналыс жасау үшін заңмен тыйым салынған немесе ол үшін ерекше айналыс жасау тәртібі белгіленген мүлік лизинг заты бола алмайды. Лизинг субъектілері болып ең алдымен мыналар жатады. Қазір жеке тоқталамыз. Бірінші тараптан лизинг алушы, яғни шартқа сәйкес белгілі бір жасалған төлем үшін белгілі бір мерзімге және белгілі бір жағдайларда уақытша иеленуге және пайдалануға лизинг затын қабылдайтын жеке немесе заңды тұлға. Екінші тараптан лизинг беруші, яғни меншікті қаражатты есебінен меншігіне мүлік сатып алатын және оны лизинг заты ретінде белгілі бір мерзімге және белгілі бір жағдайларда уақытша иелік етуге және лизинг затына меншік құқығының лизинг алушыға ауысуымен немесе ауысуынсыз пайдалануға беретін жеке немесе заңды тұлға. Осылардан өзге сатып алу сату шартына сәйкес тиісті мүлікті лизинг берушіге шарттары мерзімдерінде және шарттағы жағдайларда сататын немесе жеткізіп беретін лизинг затын сатушы және жеткізуші лизинг субъектісі болып саналады. Лизинг берушінің лизинг заттарын сатушылармен жасаған шарттарының және лизинг алушымен жасаған шарттарының жиынтығы лизинг мәмілесін немесе келісімін деп те атап кетуге болады. Лизинг беруші ретінде ең алдымен арнайы лизингтік компаниялар қатысады. Енді жаңағы дәрісте айтып кеткендей, екінші сұрағымызға кеп тоқталамыз. Екінші сұрағымыз лизинг түрлері, лизинг жіктелуі мен түрлері. Жалгерлік шарты сол уақытқа жасалатын мерзімге қатысты төмендегідей 3 жалгерлік операциялар ажыратылады. 1 жылға дейінгі мерзімге арналған қысқа мерзімді жалгерлік рейтинг. Ол 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімге арналған орта мерзімді жалгерлік хайринг. 3 жылдан 20 жылға және одан да көп мерзімге арналған ұзақ мерзімді жалгерлік ол лизинг. Лизингті инвестор үшін машиналар мен жабдықтар сатып ала отырып, жалгерді несиелейтін арнайы компаниялар жүзеге асыратын негізгі қорларға қаржыландырудың өзгешілікті түрі ретінде қарастыруға болады. Формасы бойынша лизингтің қаржылық, қайтарылатын және жедел түрлері ажыратылады. Қаржылық бұл аралас лизинг деп айтсақ та болады. Бұл ретте лизинг беруші белгілі бір сатушыдан лизинг алушы көрсеткен мүлікті меншігіне сатып алуға және белгілі бір жасалатын төлем үшін белгілі бір мерзімдерге алады. Белгілі бір жағдайларда уақытша иелік етуге және пайдалануға лизинг заты ретінде аталған мүлікті лизинг алушыға беруге міндеттелетін лизинг түрі. Қайтарылатын онда аралас лизинг деп айтсақ болады. Бұл ретте лизинг затының сатушысы немесе жеткізушісі бір мезгілде лизинг алушы ретінде қатысатын қаржылық лизингтің бір түрі болып саналады. Жедел лизинг бұл ретте лизинг беруші өзінің қорқынышымен және тәуекел етумен мүлікті сатып алатын және оны лизинг алушыға белгілі бір жасалған төлем үшін белгілі бір мерзімге және белгілі бір жағдайларда уақытша пайдалануға лизинг заты ретінде беретін лизинг түрі. Мүлік лизингке берілетін мерзім лизинг шартында белгіленеді. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру кезінде лизинг затын пайдалану құқығына үшінші тұлғаға орын берген жағдайда сублизинг пайдалануы мүмкін. Бұл жағдайда сублизинг шарты жасалады. Лизингтік мәмілеге қатысушылардың бүкіл экономикалық және өзге де қатынастары, оның мазмұны Қазақстан Республикасының лизинг туралы заңның
талаптарын қанағаттандыруы тиіс. Жасалған лизинг шарттармен реттеледі. Ілгеріде айтылғандардан көрініп тұрғандай, лизинг тікелей нақты инвестицияларға жатады. Лизингтің сыныптамасы. Лизингтік мәмілелерге қатысушылардың құрамы бойынша мынандай түрге ажыратылады. Тікелей лизинг бұл ретте мүліктің меншік иесі объектіні дербес түрде лизингке тапсырады. Жанама лизинг мүлікті беру делдалдар арқылы жүзеге асырылған кезде үш жақты мәміле немесе көп жақты мәміле болады. Қайтарылатын лизинг. Тікелей лизинг жағдайындағы жеке лизинг. Лизингтік фирма жабдықтардың иесінен сатып алатын және оны оған жалға беретіндігі оның мәні болып табылады. Екінші, мүліктің түрі бойынша төмендегінше белгіленеді. Жылжитын мүлік лизингі, жылжымайтын мүлік лизингі, бұрын пайдалануда болған мүлік лизингі. Келесі, өзін-өзі өтеушілік дәрежесі бойынша. Бұнда бірінші айтып кететін болсақ, өзін-өзі толық өтпейтін лизинг бұл ретте бір шарттың қолданыс мерзімі ішінде мүліктің құны толық төленеді. Өзін-өзі толық өтемейтін лизинг бір шарттың қолданыс мерзімі ішінде жалға берілетін мүлік құнының бір бөлігі ғана өзін-өзі өтейді. Төртінші, өзін-өзі өтеушілік дәрежелері және өтемпұлдар жағдайлары бойынша төмендегінше бөлінеді. Қаржылық лизинг, жедел лизинг және қызмет көрсету объекті бойынша бұлайша ажыратылады. Қызмет көрсету жиыны толық көрсетілген лизинг мәміле объектісіне толық қызмет көрсету лизинг беруші есебінен жүзеге асырылады. Қызмет көрсету жиыны ішінара лизинг затына қызмет көрсету бойынша жекеленген функциялар ғана лизинг беруші есебінен жүзеге асырылады. Алтыншы, операциялар жүзеге асырылатын нарық секторына қатысты төмендегінше бөлінеді. Ішкі лизинг мәмілеге қатысушылардың бүкілі бір елді білдіреді. Сыртқы лизинг тараптардың ең болмағанда біреуі немесе барлық тараптар әртүрлі елдерге жатады. Сондай-ақ егер тараптардың бірі бірлескен кәсіпорын болып саналса. Салықтық және өтемпұлдық жеңілдіктерге қатынасы бойынша төмендегінше бөлінеді. Жалған лизинг негізсіз түрде салықтық және өтемпұлдық жеңілдіктер алу есебінен неғұрлым мол пайда алу мақсатында жасалады. Екінші, нақты лизинг, жалға беруші инвестициялық жеңілдік, жедел өтемпұл сияқты салалық жеңілдіктері құқығына ие. Ал жалға беруші жалгерлік ақыларды салық төлеу үшін мәміледегі табыстарды шегеру мүмкін. Лизингтік төлемдердің сипаты бойынша мынандай түрде ажыратылады. Ақшалай төлем жасайтын лизинг. Бүкіл төлемдер ақша түрінде жүргізіледі. Өтем ақылық төлем жасайтын лизинг төлемдер аталған жабдықтарда өндірілген тауарларды жеткізе отырып немесе қарсы төлем жасау түрінде жүзеге асырылады. Лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктері. Лизинг елеулі қаржы ресурстарына ие болмастан ірі жобаны бастауға мүмкіндік береді. Лизинг алушы сол жабдықты сатып алуға қарағанда көбірек өндірістік қуаттар ала алады және босаған қаржы ресурстарын басқа мақсаттарға пайдалана алады. Лизингтік төлемдер белгілі бір кесте бойынша жүргізіледі. Бұл лизинг алушыға шығындар мен өнімдерді өткізуден алған түсімдерді жоспарлауға мүмкіндік береді және сол арқылы жабдықтарды кәдімгі сатып алуға қарағанда қаржылық жоспарлардың үлкен тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Лизинг жабдықты сатып алуды 100% қаржыландыруды болжайды және қарыздың бүкіл сомасын тез қайтаруды талап етпейді. Лизингтік мәміле жасау кезінде лизинг берушінің меншігінде болатын лизинг затының өзі қаражаттың қайтарушылығын қамтамасыз ету болып саналады. Пайдаға салынатын салық базасының елеулі қысқаруы лизингтік төлемдерді шығындарға жатқызу. Лизинг кезінде мүлікке салынатын салық үнемдемелері жедел өтемпұлдар есебінен алынады.
Лизинг кезінде жабдық тікелей өнім берушіден сатып алынады және лизинг алушы қаражатты басқа мақсаттарға пайдаланады. Осымен тақырыбымыз бітті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.